Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер. Алла қаласа, біздер Астана қаласындамыз. Енді Бурабайға өзіміздің көлікпен Астанаға келгенбіз. Алла қаласа, енді Бурабайға бармақшымыз отбасымызбен. Мына біздің жұмысқа мініп жүрген көк тұлпар. Осы көлікпен Ақтөбеден келдік. Ары қарай өзіміздің жүрісімізбен иншалла Бурабайға сапар шегеміз. Алла қаласа. Жақсылықта кездесе берейік. Так, біз платный дорогаға шықтық. Ақылы жол. Көкшетауға қарай 140-қа дейін ұстауға болады екен бұл жерде. Ары қарай жүріп бара жатырмыз. Жолы жақсы екен. Осылай 213 километрде жүреміз. Так, біздер неге жақындадық? Бурабайға. Платный дорога мына жерден бітіп жатыр. Қазір бұйырса ақша төлейміз. Қанша теңге болатын білмеймін, көреміз қазір. Неше теңге болатын. Где-то 200 километрдей жүрдік. Так, мен Бурабайға келдік. Бұлай солға қарай Щучинск, бұлай оңға қарай Бурабай. Платный дорогаға 400 теңге шықты ғой 200 километрге. Так, ары қарай кеттік. Қызықты болса, аяғына дейін қараңыздар. Так, біз катамаран тебуге келе жатырмыз. Мына жерде велосипед, короче, дорожкасы. Сонымен де жүруге болады. Бұйырса, оған да барамыз. Біз былтыр келдік. Бүкіл жерлерін бәрін білеміз. Обзор жасап жатырмын. Мына жерден катамаран алуға болады. Түр-түрлі тұр катамаран. Бұйырса біреуін алғымыз келіп тұр сияқтан. Катамарандар бір сағаты 3000 теңге екен. Еще қайықта бар. Ол да 3000 теңгеден. Катамарандар. Ja. Ана жерге барып көреміз қазір. Қайыққа мінетін жер ғой, ана жер. Біз велосипед дорожкасымен келе жатырмыз. Мынандай мотоцикл электрический алдық. 2 адамдық. Қат жүреді екен, скоростары. Скоростары мықты. Жерінде көрсетіп тұратын несі. Так, кеттік ары қарай. Мынау Бурабайдағы Главный көшесі осы. Адан ары қарай, мына қарай пляжная зонаға кетеді. Пляж жағында. Сосын мынандай велосипедтің дорожкасы соқта. Арендеге береді велосипед. Сағатына 1000 теңге. Мынандай экскурсияға апаратын нелер бар. Платный. Әр түрлі жерлерге апарады. Өздерінің автобустары бар. Бағыттарын айтып жазыласың. Содан кейін әр түрлі жерлерге қаланың апарып қыдыртады. Мынандай экскурсияға апарады. Жұмбақта соғы жетпес. Біз бүгін жаяу шығайын деп тұрық. Жақсы жерлерді сүреміз. Бұйырса. Пляжный зонаға қарай келе жатырық.
кілең велосипедтер арендаға. Мотоциклдер бар, электромобиль, общем бәрі бар ғой. Кеше біз мотоцикл алдық. Кеше мотоциклмен жүрдік. Бурабай көлінде біз ортасында жүзіп жүрік. Қайықпен. Қандай кереметте. Ауасы да күшті, керемет. Таулар. Кейін кетіп барадық па? Велосипедный дорожкамен жүріп келе жатырмыз. Міне ағымызда су, Бурабай. Міне велосипедный дорожка. Таңғы салқынмен, таңғы самалмен. Мына жерде остановка. Отырып демалуға болады. Сағатына 1500 теңге екен. Велик. Кеттік ары қарай. Мына жерде керемет жол. Таңертеңгісін көп адам жоқ. Жақсы. Мына жердің табиғаты керемет. Судың жағасы. Мына жерде спуск. Өзіңіз тек төмен қарай кетеді. Мына жерде демалатын жер. Демаласың ба? Бөлектауға келдік. Бөлектау. Мына жерден ары қарай үстіге шығады. Пешеходный шығатын жер бар. Мынаның үстіне шығып, мына таудың ең үстіне шығып, суретке түсетін жерлер бар да. Бүкіл жағы көрінеді сол кезде. Бөлектау дейді. Міне оқ жетпес қой көрініп тұрған. Мына 3 тау бар жағындағы. Оқ жетпес жаққа барамыз бұйырса. Мынау оқ жетпес. Тауы. Мынау қасындағы жұмбақ тас. Адамның басы сияқты. Мына оқ жетпес деген неше түрлі аңыздар айтады ғой. Қалмақтың басында болған, тұрған батырлар оғын атып жеткізе алмаған, оқ жетпеген деп. Осы тау ме? Оқ жетпес дейді. Жан жағы.
Ана жерде жанында машина жол, таулар, тас. Біз поляна Аблайхан дейді. Аблайхан алаңы ма? Алаңқайы ма, сол жердеміз. Біз Иманай бұлағына келдік. Мына жерде су ағып жатыр, таза. Құрамында гранит бар дейді, пайдалы минералды су екен. Сол жерге келіп жатырмық. Минуса уже, больше нет.